Қазір бізде баған түрінде есеп қосу мен азайту. Мына жерде 437-ге 245-ті қосу. Бірінші бірліктен бастап қосамыз. 7-ге 5-ті қосамыз. 12. Екісін жазамыз бір ойда. 3-ге 4-ге 3-ті қосамыз. 7, ойдағымен 8. Сосын жүздіктерді қосамыз. 4-ге 2-ні қосқанда 6 болады. Сонда 682. 615-ге 167-ні қосамыз. 5-ге 7-ні қосқанда 12. Екісі жазылады, бірі ойда. 6-ға 1-ді қосқанда 7, ойдағымен 8. И жүздіктер. 6-ға 1-ді қосқанда 7. Сол сияқты 0-ге 3-ті қосқанда 3. 8-ге 5-ті қосқанда 13, бірі ойда. 1-ге 4-ті қосқанда 5, ойдағымен 6. Осылай кете береді. Енді алуды көрсетейін. Мына жерде бәрі қосу, алу. 382-ден 243-ті аламыз. 2-ден 3-ті алу керек. 2-ден 3 алынбайды. 8-ден 80-нен 1 ондықты береміз. Сонда мына жерде 12 болады. 12-ден 3-ті алғанда 9 қалады. Енді ондықтарды аламыз. Мына жерде 1 ондықты беріп қойдық. 7 қалды мына жерде. 7-ден 4-ті алғанда 3. Жүздіктерді аламыз. 3-тен 2-ні алғанда 1. Сонда 139 қалады. Келесі 773-ден 9-ті 509-ті аламыз. Мұнда 3-тен 9 алынбайды. Сол үшін 70-тің 1 ондығын 3-ге береміз. Сонда мына жерде 13 болады. 13-тен 9-ті алсақ 4. Мына жерде ондық бізде енді 6 қалды. 6-дан 0-ді алғанда 6. 7-ден 5-ті алғанда 2. Жүздіктер 2 болды. 264. Мына жерде 655-ден 384-ті аламыз. 5-ден 4-ті алғанда 1. 5-ден 8 алынбайды. Сол үшін 600-ден 1 ондықты мұнда береміз. 15-ден 8-ті алғанда 7 қалады. Мына жерде 5 қалды. 5-ден 3-ті алғанда 2 болады. Жүздіктер 2. 271 болады. Келесі мысал. 543-тен 227-ні аламыз. 3-тен 7 алынбайды. 4-тің біреуін мұнда береміз. 13 болды. 13-тен 7-ні алсаң 6. Мына жерде 3 қалды. 3-тен 2-ні алсаң 1. 5-тен 1-ді алсаң 4. Тағы осындай мысалдар. Баған түрінде қосу мен азайту.